Қазіргі күнде дерлік барлық кеселдіктердің дауасы табылған. Медицина һәм технологияларда рауажланбақты. Жақын арада бір достым қолын сындырып алды. Оған жәрдем беру үшін мен олмен бірге емдеуханаға бардым. Ол жерде бірінші нәубетте қолын рентген аппаратынан тексеру керек деп айтты. Һәм содан кейін тек анық диагноз қойылады екен. Сол уақытта мен рентген аппараты хақында ойлап қалдым. Сүйектің сынуымен байланыслы болған дерлік барлық жағдайлар міне сол технология арқылы тексеріледі. Ол өзі қандай істейді, оны кім жаратқан? Адамдар арасындағы рентгенге көп барма, нұрланып қаласаң деген гәп рас па? Я құр айтылған гәп пе? Бүгін айне сол хақында сөйлесеміз. Бұл айдың жойбары. Менің атым Исламбек, сіз дайын болсаңыз, бастадық. Рентген нұрлары тикардан X нұрлары деп аталады. Міне сол X нұрды ойлап тапқан адам Вильгельм Рентген құрметіне бұл ойлап табылу айне рентген нұрлары деп аталған. Нобель сыйлығының болашақ иесі Вильгельм Рентген 1845 жыл 27 мартта Германияның Леннеп қаласында дүнияға келген. Туылғаннан 3 жыл өткеннен кейін ол ата-анасымен Нидерландияның Апельдорн қаласына көшіп келеді. Һәм оқуын осы жерде давам еттіреді. Бірақ бұл мектепте рентген ұзақ қалмайды. Классластары оқытушылардан біреуінің карикатурасын сызады. Рентген болса кім сызғанын айтпаған үшін мектептен қуылады. 1865 жылда 20 жасlı Рентген физикаға қызығып қалады. Һәм пәнді нөлден қарайсыз үйренуді баслайды. Бірақ ізбес әуметсіздіктерден кейін біраз уақыт Утрехт университетіндегі лекцияларда тыңлаушы сипатында қатынасуды баслайды. Қай жерде физика хақында гәп кетсе, Рентген де сол жайға асығатуын еді. Жас жігіт өзі қызыққан жөнелісте рауажлана басылған еді. Бірақ және машқала пайда болады. Утрехт университетінде оннан лекцияға кіру үшін арнаулы диплом алуды талап қылады. Болмаса университет аймағына кіртілмейтұғын айтылады. Вильгельм Рентгенді Цюрих политехника мектебі құтқарып қалады. Ол жерде орта мағлұматнамасыз имтихан тапсыру мүмкін еді. Соныңменен Рентген Швейцарияның Цюрих қаласына кетеді. 1869 жылда 24 жаслы жігіт Цюрих политехника мектебінде докторлық дәрежесін алады. Көп өтпей, неміс физика Август Кунт оны өзінің жәрдемшісі болып істеуді ұсыныс етеді. Атақлы физик алымға шәкірт түсу оған үлкен тәжірибе беру анық еді. 1876 жылда Вильгельм һәм оның ұстазын Страсбург университеті жұмысқа мұрат етеді. Рентген 5 жыл давамында ол жердегі студенттерге лекция оқиды. 1881 жылда болса бұл университетте ілми профессор дәрежесін алады. Арадан 7 жыл өтіп, Рентген қашанлардыр тәрк еткен Утрехт университеті оннан голландиялық химик һәм физик Кристофер Байс орнына келіп жұмыс істеуін сұрайды. Бірақ ол бұл ұсынысты разы болмайды һәм басқа университет, яғни Вюрцбургтың ұсынысына көнеді. Бұл университетте ол дәстеп кафедра басылығы. 6 жылдан кейін болса ректор етіп тайынланады. Кейін болса алым өз іскерлігін Мюнхен университетінің физика кафедрасында давам еттіреді. Әлбетте Рентген физик тәжірибелерді де ұмытпаған еді. Ол өмірінің ақырына шекем Мюнхендегі физика кафедрасында істеуді қалайтуын еді. Өз жұмысына мұхаббат, не дер едім басқа. Ол хатте Нью-Йорктағы Колумбия университеті жұмысқа шақырғанда да разы болмаған еді. Рентген Германияда баслап қойған ізертлеулерін таслап кете алмас еді. 1890 жылларда ілми жұмысларменен көпшілік ітбарына түсуді баслаған Рентген үшін үкіметлі дәуір басыланады. Ол өзінің сызылма һәм қол жазбалары хақында ешкімге айтпайтұғын еді. Хатте жақын танысыларына да. Оның жұмысына болған мехрі себеп бүгін біз пайдаланатұғын рентген аппараты пайда болды. 1895 жылдың ноябрь айында Вильгельм Рентген вакуум трубасында катод нұрларымен тәжірибе өткереді. Дерлік, har күні соған ұқсас тәжірибелерді істейтұғын еді, бірақ осы реттегі ұлума басқаша болады.
Өзі тикарынан X-ray нурлар менен Вильгельм Рентгенден алдын да илимпазлар тәжірибелер өткерген. 19 асырдың орталарында Генрих Гейслер атлы адам жоғары күшленуші электр заряды найшадағы вакуум арқалы өткенде шырайлы жақты эффекті пайда болуын анықтаған. Кейінірек Уильям Крукс жақтылық эффектінің себебі зарядланған бөлекшелер екенін испатлаған. Кейін болса Генрих Герц бұл нурлар жұқа алтын һәм платина пластиналар арқалы өтуін испатлаған. Оның шәкірті Ленард нурлар найшадан ашық хауаға шығу үшін бұл элементтерден туйнүклер іслеген. Бұл сол оригинал рентген нурларының дәстепкі тәжірибесі еді. Вильгельм Рентген ане сондай бірақ туйнүксіз найлар менен тәжірибе өткерген. 1895 жыл 8 ноябрь жұма күні кеште жәрдемшілер әлі қашан үйлеріне кетіп болған уақыт рентген кеш болғанына қарамай іздеуді давам еттіреді. Ол қалың қара картонменен жабылған катод трубасындағы тоқ ағымын жағып көреді. Кейін және электр тоғын жағып, қараңғы ханаға катод трубасын орнатады. Тәжірибе давамында ол катод нурлары турдан туры өзі істеген экранға түспеген болса да, люминесцент элементімен оралған арнаулы экранда қандайдыр нур харекетленгенін көреді. Бұл нур айне X-ray'дің дәстепкі көрінісі еді. Басында рентген бұл нурлардың не екенін жақсы түсінбеді. Соның шында рентген оларды X нурлары, яғни келіп шығу белгісіз нурлар деп атаған. Кейінірек илимпазлар оларды рентген нурлары деп атады. Рентген нурлары рентген найшасында пайда етіледі. Түрлі заводларда, медицинада, металл бұйымлар тарауында рентген ойлап тапқан жаңа ашылу үлкен революцияға себеп болады. Неміс алымының жаңа ашылуы пән раважлануына жүдә үлкен тәсір көрсетеді. Рентген нурлары жәрдемінде өткерілген тәжірибелер һәм зерттеулер денелердегі материяның түзілісі хақында жаңа мағлұматларды алуға жәрдем берді. Оның бұл жаңалығын көре алмағанда табылады. Мысалы, белгілі неміс экспериментлері Ленард дәстеп рентгенді жаңа ойлап табылуыменен құтылқылайды. Бірақ кейіншелі оны нұрды өзі білмеген халда ойлап тапқан дейді. Өзім болса жаңа ашылудың хақиқи иесі деп айтады. Бұл ойлап табылуды тез арада тұрмыста қолдауды баслайды. 1896 жылда қолын сындырып алған 13 жасыл Франк атлы баланың разылығы менен қолының фотосуреті рентген тексеруінен өткеріледі. Бірінші жаһан ұрысында жарадар һәм награнлық алған адамлар санының кескін артуы медицинада рентген диагностикасын енгізуіне себеп болады. Америкалық ойлап табушы Томас Эдисон тарапынан жаратылған рентген аппараты 1896 жыл май айынан бастап Нью-Йорктағы рентген көргізмесінде көрсетіледі. Бұл жерге келушілер жақтылық экранында өз қолын көріп хайран қалады. Қол ішіндегі сүйіклерді көру сол дәуір адамдар үшін ақылға сыймас жаңалық еді. Һәммені хайран қалдыратұғын бұл жаңалықтан кейін рентгенге санат компаниялары ойлап табылудан пайдалану құқын сатып алу ұсыныстарыменен бірнеше мәрте мүражат еткен. Бірақ алым өзінің жаңалығын дарамат дерегі деп есапламайды һәм патент беруден бас тартады. Уақыт өтуменен рентген найшалары кең тарқалды һәм көплеген мемлекеттерде қолданыла басланды. Пән һәм техниканың жаңа тараулары радиология, рентген диагностикасы, рентген нурларын өлшеу, рентген нурлануын анализлеу тарауларында ойлап табылудың қызметі жүдә үлкен болды. Рентген өмірде кішіпейіл адам еді. Бавария шahзадасы оны пәнге қосқан үлесі үшін орденменен сыйлықлаған еді. Оның фамилиясына вон қосымшасыменен шақырып, аристократиялық атағына ие болу құқын береді. Бірақ рентген бұл атақларға өзін лайық емес деп есаплайды. 1901 жыл 10 декабрьде алым Нобель сыйлығы лауреаты болып, диплом, алтын медаль һәм пұл шегін алғанында ол Нобель лекциясын оқудан бас тартады. Хатте бірінші жаһан ұрысы жылдарында Германия үкіметі халықтан мемлекетке пұл һәм қымбат бағалы бұйымлар менен жәрдем беруді сұрағанында алым өз фондтарын атап айтқанда Нобель сыйлығында беріп жібереді.
ұрыс басланғанынан кейін ол басқа немістерге қарағанда жақсырақ жасауға хақы жоқ деп есептейді һәм өмірінің ақырында дерлік барлық қымбат бағалы затларын ямасы сатады, ямасы құры таслап жібереді. Өмірі давамында кішіпейіл һәм адамгершілікте жасаған ұлы физик 1923 жылдың 10 февралінде рактен қайтыс болады һәм Гессен қаласында жерленеді. Ғалымның өлімінен кейін оның ядына құрмет көрсету үшін түрлі хайкелдер орнатылды. Көшелерге оның аты берілді. Оған бағышлап түрлі мақалалар һәм кітаплар жазылды. 1964 жылда Халықаралық астрономлар жәмиеті айдағы кратерлардан бірін айне оның атыменен атады. Рентген нұры һәм оның тикарын салушысының қысқаша тарихы міне осылар еді. Бұл ойлап табылу инсаният тарихында ең ұлы 20, бәлкі 10 ойлап табылудың бірі есептелінеді. Рентген аппараты ахметлігі һәм ұлыма күнделік тұрмысымызда қолдау тараптан де біз үшін жүдә зарур. Дұрыс, айрым уақытлар медицинада оны тез пайдалану жақсы ахметлерге алып келмеуі мүмкін. Бірақ тек қана медицинада емес, бәлкі металлургия, қатты темір денелер, хатте экономиканың түрлі тарауларында да рентген нұрларын қолдайды. Егер видео ұнаған болса, лайк басың, комментарий жазың һәм ағза болуды ұмытпаң.